Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Батыр баба күлтегін және патриоттық рух. Оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін жазу. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу. Күтілетін нәтиже оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін жазады. Мәтін бойынша бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазады. Тыңдалым мәтінін тыңдап алайық. Енді тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, көне жазба ескерткіштерін алғаш тапқандар кімдер? Екінші, күлтегін жырында қандай оқиғалар бейнеленген? Үшінші, жырда күлтегіннің қанша ғұмыры қамтылған? Сұраққа жауап берген соң, жинақы мәтін жазу үшін жоспар құруға болады. Енді жоспар құруда қиналмаймыз. Өйткені тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға толық жауап бердік. Оқылым тапсырмасы 21 бет 1 тапсырма. Мәтінді түсініп оқыңдар. Құрылымы мен рәсімделуі арқылы екі мәтіннің жанрлық ерекшеліктерін атаңдар. Оқылым мәтініне байланысты сұрақтарға жауап берейік. Күлтегін жыры қандай мағлұмат береді? Екінші, жырдың жазылған кезеңі қандай ой тудырады? Үшінші, қазақтың қандай жырымен ұқсастық байқадыңдар? Ережеге назар аударайық. Қысқарған күрделі атаулардың жазылуы. Жеке сөздердің бас әріптерінен құралып қысқарған сөздер бас әріппен жазылады. Ол әріптердің арасына ешқандай тыныс белгі қойылмайды. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымы БОО. Екінші, алғашқы сөздің басқы буынынан соңғы сөздердің бас әріптерінен қысқарып жазылған сөздің алғашқы қысқарған буынның бірінші бас әріппен, қалғандары кіші әріппен жазылып, кейінгі әріптер бас әріппен жалғастырылып жазылады. Мысалы, Қазтаг, Қазақ телеграф агенттігі, Қазму, Қазақ мемлекеттік университеті. Үшінші, адамның аты жөні, көбінесе есім мен әкесінің аты қысқартылып, бас әріппен белгіленгенде, сол әріптен кейін нүкте қойылады. Мысалы, Мұхтар Омарханұлы Әуезов, М.О. Әуезов. Тіркесті жалқы есімдердің жазылуы. Бірінші, кісі аттарының алдынан не соңынан келген сын есімдер сол кісінің атына тіркесіп жалқы есімге айналады. Ондай сөздер жалқы есімнің алдынан келсе бас әріппен жазылады, соңынан келсе кіші әріппен жазылады. Мысалы, Ертөстік, Ақсақ Темір, Шықпермеш Шығайбай. Немесе Жиренше Шешен, Ақан Сері. Екінші, көше, алаң, саябақ, шоссе, көпір, канал, жол, тарихи ғимараттар аттарының бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Жібек жолы көшесі, Қызыл алаң, Панфиловшылар саябағы. Үшінші, жоғарғы дәрежедегі қызмет аттары мен
Құрметті атақтардың әрбір сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы. Ережені балалар есте ұстайық, ережені жақсылап қайталап алыңдар. Кері байланыстың тапсырмасы: оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан Батыр баба күлтегін тақырыбында жинақы мәтін жазыңдар. Сөздің саны 50-60 болуы керек. Яғни, жаңа бірінші оқылым тапсырмасы болды, және тыңдалым тапсырмалары болды. Міне осы тапсырмалардың негізінде олардың баяндау желісін сақтап отырып, әр бөлігінен алынған ақпараттардан Батыр баба күлтегін деген тақырыпта жинақы мәтін жазасыңдар. Сөздің саны 50 және 60 сөз. Тапсырманы орындағаннан кейін күнделік кезет жүктеп жібересіңдер балалар. Кері байланыстың тапсырмасы түсінікті деп ойлаймын балалар. Сабақ аяқталды. Сау саламатта болыңдар.